Сәлем оқушылар! Бүгін біз сіздермен дүниежүзі тарихы, ағылшын таңдау пәндеріндегі мамандықтарға шолу жасайтын боламыз. Бұл таңдау пәндерінде 7 мамандық бар. Шет тілі мұғалімдерін даярлау, түркітану, аудармасы, мәдениеттану, саясаттану, шығыстану, халықаралық қатынастар және дипломатия. Шет тілі мұғалімдерін аяқтап, әртүрлі оқу орындарында, мектептерде, гимназияларда, лицейлерде, колледждерде және тағы басқа оқу орындарында шет тілі пәнінің мұғалімі болып жұмыс жасай аласыздар. Аударма ісі мамандығын аяқтап, халықаралық ұйымдар, әртүрлі ақпараттық талдау орталықтары, елшіліктер, министрліктер, туризм агенттігі, баспалар, аударма бюросы және де басқа ұйымдар мен кәсіпорындарында жұмыс жасай аласыздар. Халықаралық қатынастар және дипломатия мамандығын аяқтап, дипломатия, халықаралық ынтымақтастық бойынша кеңес беру, аймақтану, геосаясат, мемлекеттік және жеке кәсіпорындарда, сондай-ақ халықаралық ұйымдардың түрлі құрылымдарында жұмыс жасай аласыздар. Шығыстану мамандығын аяқтап, мәдениетаралық коммуникация салалары, сонымен қатар сыртқы байланыстар бөлімі, аударма қызметі, баспасөз, мемлекеттік және мемлекеттік емес жоғары оқу орындарында, білім беру саласындағы мемлекеттік органдарда, ғылыми зерттеу институттары, білім беру жүйесі қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлау институттары, білім беру саласындағы уәкілетті және жергілікті атқарушы органдарда қызмет атқара аласыздар. Түркітану мамандығы бойынша ғылыми зерттеу институттарында және оқу орындарында университеттер, колледждер, гимназиялар, мәдениет мекемелерінде, мәдениетаралық коммуникация салаларында, сыртқы байланыстар бөлімі, аударма қызметі, баспасөз, білім беру саласындағы мемлекеттік органдарда, ғылыми зерттеу институттарында қызмет атқара аласыздар. Мәдениеттану мамандығы бойынша мектеп, лицей, колледждерде мәдениеттану оқытушысы, референт, эксперт, ішкі істер органдарының және ұлттық қауіпсіздік мекемелерінің қызметшісі, мәдени ағартушылық мекемелердің қызметшісі, бұқаралық ақпарат құралдары жүйесіндегі мәдени процестердің талдаушысы, мәдени құндылықтарды бағалау эксперті, мәдени қызмет ауданындағы кеңесшісі болып жұмыс жасай аласыздар. Саясаттану мамандығы бойынша мемлекеттік басқару органдарының қызметкері, ішкі және сыртқы саясат салаларында, ғылыми зерттеу институттарында, орталықтарында қызметкер, жоғарғы оқу орындарында, институттарда, колледждерде оқытушы, халықаралық ұйымдар мен дипломатиялық мекемелердің маманы, бұқаралық ақпараттар саласының сараптама бөлімінде, теледидар мен газет журналдарда саяси технологтар, имиджмейкер және конфликтолог болып қызмет атқара аласыздар. Осы мамандықтардың соңғы 2024 жылдағы статистика мәліметтеріне сүйенетін болсақ, жалпы конкурс бойынша грантқа түсудің ең төменгі балы шет тілі мұғалімдерін даярлау бойынша 122 балл, жоғарғы балл 140. Ауылдық квота бойынша ең төменгі балл 115 болса, жоғары балл 122. Аударма ісі мамандығы бойынша ең төменгі балл 124, ең жоғарғы балл 138. Халықаралық қатынастар және дипломатия мамандығы бойынша ең төменгі балл 130, ең жоғарғы балл 140. Шығыстану мамандығы бойынша ең төменгі балл 121 балл болса, ең жоғарғы балл 130. Түркітану мамандығы бойынша ең төменгі балл 117, ең жоғарғы балл 124. Мәдениеттану мамандығы бойынша ең төменгі балл 115, ең жоғары балл 125. Саясаттану мамандығы бойынша ең төменгі балл 118, ең жоғарғы балл 132.